Ассалаумағалейкум, көрермендер, қалай амансыңыздар ма, денсаулықтар жақсы ма? Біз әдеттегідей тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Тегін сабақ группасы деп кімдерге айтылған? Бұл жұмыс жасайтын болса да табыстары аз, кредиттері көп, несиелердің бәрін жаба алмай ақшадан қиналып жүрген адамдар осыны көріп осыған тіркелсе, сабақ көрсе бір-екі сағат, бір-екі мәрте қайталап сабақ көрсе, ары қарай өзіңіздің жігеріңізге қарай ойлансаңыз, толғансаңыз, осыны мен жасап көрейінші десеңіз, ары қарай кәсіпке шығып кете аласыңыз. Ұстазымыз мықты адам, барлығын өздері айтып түсіндіреді. Біз сіздерге айтып түсіндіре алмаймыз, себебі біздің өзіміз де әлі оқушымыз. Осыған тіркелгенімізге 1 жылдан өтіп баратыр. Осыны сіздерге айтып жатқанымыз, бұл жұмыс жасамайтындарға да, жұмыс жасайтындарға да қосымша ақша болады ғой. Соның үшін тіркеліп сабақ көрсеңіздер болады. Бұл жас талғамайтын кәсіп. Жасың 18-ге толса, 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы зейнеткер болсын, үйде баламен отырған келіншектер болсын, барлығы жасай беруге болады. Көп адамдар қазір өзің білесіңіз, біздерде жұмысшы жүрген адамдар бар ғой. Телефоннан не болды, соны сайқымазақтарды көріп отқанның есесіне осыған тіркеліп сабақ көрсеңіз, әжептәуір өзіңізге жақсы болады. Біз зейнеткер болсақ та, Аллаға шүкір бәрі жетіп тұр, сонда да осыған тіркеліп біздер өзіміз қазір табысқа шықтық. Әжептәуір ақшамыз бар болады. Сіздерде сондай болса екен деп ойлаймыз. Bir айлыққа қарап отырғанның есесіне, мысалы, қыз-келіншектердің күйеулері жұмыс жасайтын шығар, мүмкін таксовать ететін шығар, әйтеуір ақша табудың жолында жүрген шығар. Соған үйде баламен отырғандар үй шаруасын бітіріп болғаннан кейін күніне 2 сағат осындай сабақ көрсеңіз, бізге тіркеліп, әжептәуір кәсіпкер болып кете аласыңыз. Негізінде бұл кәсіптің ішінде 70-80% қыз-келіншектер, ер адамдар онша аз. Ер адамдардың көбі жұмыс жасайтын болғаннан кейін бұған көп үніс беріп қарамай ма, тіркелмей ма, сондай. Соған кредитте халық отырмас екен, жалын біреуден ақша сұрап жүрмес екен, өздері ақша тапса екен, сірә үйде қарап телефонмен отыр ғой деген оймен біз айтып жатырмыз. Біздер әлі қазақ десең өзіме тиеді дейді, біздер әлі сауатсызбыз ғой, біз әлі исат көрген жоқпыз. Біз тәкаппармыз, мінезіміз сондай. Біз білмейміз деп айтпаймыз, бәрін білеміз дейміз. Біздің ұстазымыз айтқандай, білем дегеніміз 9, білмейтініміз 99 екен деген сияқты. Біз білмейміз көп затты. Құлақ аспаймыз. Біз сосын жалқаумыз. Біз жұмыс жасағымыз келмейді. Бізге дайын ақша керек. Біреу жасап берсе, біз ақшасын алсақ деп ойлаймыз. Ондай болмайды ғой. Сабаққа көресіңіз. 1 жылдың ішінде сабақ көріп, тіркеліп жүрген қаншама қыз-келіншектер, зейнеткерлер табысқа шығып кетіп жатыр. Ата бұрынырақ неге ертерек айтпасыңыз деп айтып жатқандары бар. Егер тіркеліп сабақ көрсеңіз, ыждағаттасаңыз, өз-өзіңізді өзгертсеңіз, ойлансаңыз, сіз де табысқа шығып кете аласыңыз. Бұл өтірік зат емес, рас. Тіркеліп сабақ көрсеңіз, ары қарай кәсіпкер болып кете аласыңыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Егер тіркелеміз деп жатсаңыз, төменге WhatsApp нөмірлеріңізді өздеріңіз қалдырып кетсеңіз, біз тегін сабақ группасы дегенге сіздерді қосамыз. Бұл тегін сабақ группасына қосыласыңыз, қорықпаңыз, тіркелесіңіз, қосыласыңыз, ұнамаса шығып кете бересіңіз. Тегін, сіздерден исат талап етпейді. Сол жағын ескертіп айтып жатқанымыз сіздерге.